Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге отбасылық дәрігер, терапевт Ержан Самал. Бүгінгі біздің тақырыбымыз баланы қалай дұрыс емізу керек жайлы. Видеоның соңына дейін көріңіздер, сіздерге тек қана ең керекті жерлерін ғана, ең керекті қағидаларды ғана айтатын бола. Бізге бұл туралы негізі роддомда медсестралар және де дәрігерлер айтып жатады. Бірақ біз көп жағдайда оны ұмытып кетеміз, немесе көңіл бөлмейміз, немесе қатты ауырып, босанғаннан кейін әлсіреп жатып, оны былай айтқанда көңіл бөлмей жатамыз, шын айтқанда. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп естеріңізде сақтап алыңыздар. Ең бірінші ереже, бұл баланы емізген кезде сіздің кеудеңіздің ореоласы, яғни пигментті жағы бар ғой, кеуденің қоңыр болып тұратын, сол пигментті жағын баланың аузы толық қамтуы керек. Сол кезде ғана балада дұрыс ему процесі басталады. Егер сіздің кеудеңізді дұрыс қамтымаса, сізде ауру сезімі және де кеудеңізде трещина пайда болады. Сосын бізде кеудеден бөлінетін сүттер біріншілік, екіншілік немесе алдыңғы артқы сүт деп те айтады, солай болып бөлініп жатады. Мысалы, сіз бір жерден қатты шап шөлдеп келсеңіз, қарныңыз ашса, бірінші ақырындап су ішесіз, солай, содан кейін барып тамақ ішесіз. Сол сияқты балаға да ең алғаш сұйық бөлігі беріледі сүттің. Бұл біріншілік алғашқы сүт деп айтады. Содан кейін барып екіншілік артында майлысы бөлінеді сүттің. Сондықтан өздеріңіз де байқап тұрсаңыздар, былай емізген кезде алғашында сүттеріңіз сұйық болып шығады. Содан кейін барып қарасаңыз, сүттеріңіз ағарып, майланып жатады. Бұл артқы сүт. Сондықтан баланы емізген кезде бір кеудеңізді толық емізіп бітіріп, содан кейін барып екінші кеудеңізге көшуіңіз керек. Егер мысалы сіз балаңыз жылады, еміздіңіз, бірінші кеудеңіз, оның алғашқы сүтін емді, мысалы оң жақ кеудеңіздің, алғашқы сүтін емді, содан кейін бала шаршап қалды, жатты, қайтадан жылады, сіз оны екінші кеудеңізді бердіңіз, тағы да алғашқы сүтін емді, ол шаршап қалды, жатты, Бүтсе бала тоймайды, бала жылай беретін болады. Сол үшін бір кеудені толық беріп, содан кейін барып екінші кеудені береміз. Сол кезде бала тойып еметін болады. Сосын тағы ұстанатын тағы бір негізі қағиданың бірі, бұл баланы емізген кезде горизонтальды бағытта болуы. Баланың басын ғана бұрып қойып кеудеңізге өзі былай іші шалқасынан жатуға болмайды. Іші сіздің ішіңізге қарап тұруы керек. Басы, іші, кеудесі бәрі бір бағытта, горизонтальный бағытта болуы керек. Бұл баланың емізудің позасы, дұрыс емізу. Егер бұл дұрыс болмаса, баланың дұрыс еме алмайды. Сондықтан ұйықтаған кезде де, мысалы, сіз баланы шалқасынан жатқызып қойып, кеудені бер қойып еміз қойға болмайды. Бұл кезде де баланың арқасы сізге қарап тұруы, сізге іші қарап тұру керек. Сіз баланы бір қолмен арқасынан ұстап тұруыңыз керек. Қырынан жатқызып емізуіңіз керек. Бұл тағы да бір поза болып есептеледі ұйықтаған кезде. Енді өзіңізге қайсы ыңғайлы, соны қарап аласыз. Бірақ бала сізге толығымен қарауы керек. Сосын баланы емізіп болғаннан кейін кеудеңізден кішкене сүтті бір каплясын алып кеудеңіздің ұшына жағып қойыңыз. Бұл кеуденің ұшына жақсаңыз, сізде трещинаның емі болады және де сол жерде дұрыс микрофлора қалыптасады. Бала емген кезде баланың ішегіне жақсы микрофлора болады бұл. Содан балада іштің кебуі, колики деген сияқтылар болмайды. Егер сіз осы ережені ұстансаңыз, бұл коликаға ең жақсы ем болып саналады, қыздар. Сосын баланы еміз болғаннан кейін баланы тік көтеріп, арқасын сипалап, баланы кекіртуіңіз керек. Содан кейін баланы кекірттіңіз, емізіп болдыңыз, сүтіңізді жақтыңыз, кекірттіңіз, баланы жатқызасыз. Жатқызған кезде де баланы қырына жатқызуға тырысыңыз. Жарай ма? Сол кезде бала сүтіне қақалып, шашалып қалмайтын болады. Қыздар, бұл ең негізгі ереже, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.